Оқушылар әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіршілік көзі, жапырақтар мен тамырлар, Иван Крылов. Сабақтың мақсаты сенің білетінің, шығарма сюжеті, сенің меңгеретінің, шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру. Екінші, шығарманы сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, баға бере оқу. Балалар, біз ең бірінші мысал дегеніміз не? Соған тоқталайық. Есімізге түсірейікші? Мысал дегеніміз не? Мысал, аң, хайуанат, затты кейіпкер етіп, солардың әрекеті арқылы адам бойындағы кемшілікті келеке етеді. Ал жақсы мінез құлықты үлгі етіп көрсетеді. Мысал, өсиет, ақыл айтуға құрылады. Мысал, өлеңмен де, қара сөзбен де жазыла береді. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз Иван Андреевич Крыловтың кім екенін білетін боламыз. Иван Андреевич Крылов 1769 жылы өмірге келіп, 1844 жылы өмірден озған ақын екен. Мәскеу қаласында дүниеге келген. 200-ден аса мысал өлеңі бар. Қарға мен түлкі, шегіртке мен құмырсқа сияқты мысалдарын өзіңде оқыған боларсың. Бұл мысал өлеңдер адамды жақсылыққа тәрбиелеп, теріс мінез құлықтан сақтандырады. Бүгін балалар біз Иван Крыловтың жапырақтар мен тамырлар өлеңімен, мысал өлеңімен танысатын боламыз. Жапырақтар мен тамырлар. Жаздың жақсы күнінде бір, жапырақтар судыр-сыбдыр, көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп көңілі өсіп, дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп ерке желге. Ағаштардың көркі бізбен, жасыл желек киіп бізден, түсіп көзге түрленеді, сып сида боп қалса қурап. Желкіл деген шашты бұйра, біз болмасақ кім береді? Біз мақтансақ қанша айтып, төңірекке сая жайып, көрсетеміз көпке пайда. Мал соңында жүр малшылар, ыстық күнге қалай шыдар? Біз бермесек сая қайда? Көлеңкемде малшы әйелдер, бой серкітіп жырлар билер. Аз демалып рақаттанар, тәң сәріден бұлбұл менде. Ерке желім, келіп сен де, қамқорлығым саған да бар. Сонда біреу кім бір етті? Даусы қандай құдіретті, жер астынан шыққан жарып, деді бұлай баяу ғана, өз басыңды ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып, жапырақтар, бұл кім деді? Неге мұнша сілкінеді? Кім едің сонша мықты? Біз тұрғанда сендер кімсің? Кімді алдап сендірмексің? Ұят ойлай. Ойлау тіпті. Біз ғой, деді әлгі дауыс. Сендерге де берген табыс. Қараңғыда жерді қазып, жақсылықты білмейсіңдер. Білмей тұрып, сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазық, рас еңбек жасадыңдар. Бірақ бізді еске алыңдар. Жаңа көктем жас жапырақ,
Қурап қалса жерде тамыр, соқса дағы қанша дабыл, ағаш қалар, бос қалтырап. Бұл жерде балалар оқиықшы бірге. Бірінші жапырақтар не істеді? Жаздың жақсы күнінде бір, жапырақтар судыр-сыбдыр, көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп, көңілі өсіп, дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп, ерке желге. Не істеді балалар? Балалар, 8-ші тапсырмаға қараңыздаршы. 8-ші тапсырмада күннің, судың, ауаның кейіпкеріне еніп, жапырақпен сөйлесіп көрейікші. Мысалы, мен күнмін. Жапырақпен сөйлесеміз. Балалар, біз бүгінгі сабақта шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжап, оның себебін түсіндірдің. Және шығарманы сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, баға бере отырып оқыдық. Ал балалар, білім ағашы арқылы кері байланыс, рефлексия жасаймыз. Егер бүгінгі сабақ түсінікті және өте қызықты өтті десек, жасыл түсті жапырақты таңдаймыз. Сабақ түсінікті болды, бірақ аздап қиналдым десек, сары жапырақты таңдаймыз. Бүгінгі сабақта мен еш нәрсе түсінген жоқпын деп ойласақ, қызыл түсті жапырақты таңдаймыз.